Сонымен өткен сабақта сіздермен комплекс санның тригонометриялық түрімен таныс болдық. Яғни z деп отырғанымыз модуль z косинус фи қосылған i синус фи дегеніміз, яғни мынау біздің берілген комплекс санның тригонометриялық түрі. Енді бүгін сіздермен осы комплекс санның көрсеткіштік түрімен танысатын боламыз. Ол көрсеткіштік түрі қандай екен, соған тоқталайық. Яғни ол z деп отырғанымыз модуль z e-нің i фи дәрежесіне тең екен. Ал енді осының мына z тең модуль z көбейтілген e-нің i фи дәрежесі деген қайдан шыққанын қазір сіздермен дәлелдейік. Яғни оны басқаша Эйлер формуласы деп айтамыз. Енді мынау Маклорин қатарына жіктелуіне келетін болсақ, синус x деп отырғанымыз x азайтылған x-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 факториал қосылған x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 факториал. Тағы да солай келесі мынау минус қой, кете береді. Енді келесі косинус x-қа тоқталайық. Косинус x деп отырғанымыз 1 азайтылған x-тің квадраты бөлінген 2 факториал қосылған x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 факториал азайтылған x-тің 6 дәрежесі бөлінген 6 факториал. Тағы да солай кете береді. Яғни бұлар шексіз ғой, шексіз қосынды ретінде. Енді келесі бұдан кейін e-нің x дәрежесіне келетін болсақ, e-нің x дәрежесі дегеніміз 1 қосу x қосылған x-тің квадраты бөлу 2 факториал қосылған x-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 факториал x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 факториал, яғни осылай кете береді x-тің n дәрежесі бөлінген n факториал деп. Сонымен енді осы жерден мынау e-нің i фи дәрежесі сонда косинус фи қосылған i синус фиға тең болып тұр екен. Міне осы жерден Эйлер формуласы шығады бізде. Мында жазайын қазір басқа түспен. Яғни e-нің i фи дәрежесі ол косинус фи қосылған i синус фиға тең болады екен. Ал енді осыны неге мынаған тең екендігіне тоқталайық. Ең бірінші көріп отырғандарыңыздай, мынау синус x тұр ғой. Осы синус x-тің барлығын мен i-ға көбейтіп жіберейін. Міне мынау i көбейтетін болсақ, онда мында i шығады, мында i бар, мында i бар. Ал енді мынаны ары қарай жалғастырайық. Тең ix ол дұрыс. Ал енді i-дің 3 дәрежесін минус i деп тұр ғой. Минус i-ді i-дің 3 дәрежесімен ауыстыратын болсақ, онда ол қосылған ix-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 факториал болады. Неліктен? Өйткені i-дің 3 дәрежесі минус i-ға тең ғой. Сонда мынау мынаған тең болып тұр. Келесі i-дің 5 дәрежесі ол бәрібір i-ге тең. Өйткені 5-ті 4-ке бөлсек қалдық, біреу қалады. Демек онда i-дің өзіне тең. Сонда бұл қосылған ix-тің мында 5 дәрежесі бөлінген 5 факториал екен. Тағы да солай. Ал енді мына косинусқа тоқталатын болсақ, бұны біз тағы да басқаша 1 қосылған ix-тің квадраты бөлінген 2 деп жазсақ болады. Өйткені i квадрат минус 1-ге тең болғандықтан мұна минустан басшы. Келесі i-дің 4 дәрежесі ол 1-ге тең ғой. Сонда бұны мен ix-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 факториал деп жазсам болады. Мыналар факториал. Демек онда келесі мына i-дің 6 дәрежесі ол минус 1-ге тең. Сонда бұл қосылған ix-тің 6 дәрежесі бөлінген 6 факториал екен. Енді міне осыдан көріп отырғандарыңыздай, мына екеуін бір-біріне қосайық. Сонда бұдан бізде не шығады екен? Косинус x қосылған i синус x деп отырғанымыз, міне мына оң жағындағысын бірден бастап жазайық. 1 қосылған ix қосылған ix-тің квадраты бөлу 2 факториал қосылған ix-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 факториал қосылған міне ix-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 факториал осылай кете береді. Сонымен көріп отырғандарыңыздай, бұл мынау e-нің x деген мынадай көрсеткіштік функцияның мынадай қатарға жіктелуі екен. Міне сонда бұл тең e-нің i фи дәрежесі. Міне осы жерден i фи емес, мына біздің жағдайда x-ға тең. Сонымен міне Эйлер формуласын дәлелдедік. Яғни e-нің x дәрежесі косинус x қосылған i синус x-ға тең екен. Сонда комплекс санның көрсеткіштік түрі деп отырғанымыз z тең модуль z көбейтілген e-нің i фи дәрежесіне тең екен. Бұл жердегі фи деп отырғанымыз аргумент z-ке тең екен. Енді келесі осыны ары қарай енді дәрежесін шығару муавр формасына келейік.
муавр формуласын бастамас бұрын мынаны жазатын болсақ, e-нің и фи дәрежесі деп отырғанымыз косинус фи қосылған i синус фи болды ғой. Демек онда осы жерден e-нің минус и фи дәрежесі деп отырғанымыз косинустың фи яғни минус таңбасы болса, косинус бәрібір фи болады да азайтылған i синус фиға тең. Міне осы екеуінен бір-біріне қосу және азайту арқылы біз қазір синустың e-нің и фи дәрежесі арқылы жіктелуін көретін боламыз. Олай болса, бірінші мына екеуін қосайық. Бұл екеуін бір-біріне қосатын болса, бұны былай істей салайын. Бірінші қосу арқылы. Міне біріншісі, яғни қосу. Бұл екеуін қосқан кезде мына и синус фи және минус и синус фи екеуі жойылып кетеді. Сонда 2 еселенген косинус фи деп отырғанымыз e-нің и фи дәрежесі қосылған e-нің минус и фи дәрежесі екен. Демек онда косинус фи деп отырғанымыз e-нің и фи қосылған e-нің минус и фи бөлу 2-ге тең болады екен. Енді келесі екіншісі мына екеуін бір-бірінен азайтайық. Яғни бірінші теңдеуден екінші теңдеуді, бірінші теңдіктен екінші теңдікті азайтатын болсақ, косинус филар жойылып кетеді де, сонда 2 еселенген и синус фи деп отырғанымыз e-нің и фи дәрежесі азайтылған e-нің минус и фи дәрежесіне тең екен. Демек онда синус фи деп отырғанымыз e-нің и фи дәрежесі азайтылған e-нің минус и фи дәрежесі бөлінген 2 еселенген i-ға тең екен. Міне сонымен косинус пен синустың мынадай e-нің и фи дәрежесі арқылы жазылуын көрдік. Комплекс сандарына бөлімінде i бар. Ал енді осы жерден біз мынадай муавр формуласы дегенге тоқталайық. Енді келесі ол муавр формуласы бізде. Бұнда жазайын муавр формуласы. Муавр теоремасы деп те айтып жатады. Муавр теоремасы деп жазайын. Муавр теоремасы. Муавр теоремасы былай дейді. Яғни бізде мына комплекстан берілетін болса, z тең мысалға x қосылған y деген мынадай комплекстан берілді дейік. Енді осы z-тің n дәрежесін табатын болсақ, онда ол модуль z-тің n дәрежесі мұнда косинус n фи қосылған i синус n фиға тең екен. Бұл муавр формуласы. Былайша айтқанда міне мынау алгебралық түрде берілген комплекстан, енді мен бұны тригонометриялық түрге ауыстыра аламын ғой. Сонда міне косинус фи қосылған i синус фи. Ал енді бұны тағы да басқаша жазатын болсақ, бұл көрсеткіштік түрде жазсақ, міне модуль z көбейтілген e-нің и фи дәрежесі. Сонда осы жерден ары қарай дәлелдеуі түсінікті шығар деп ойлаймын, өйткені көріп отырғандарыңыздай, мына x қосылған y-тің n дәрежесі дегеніміз мынау модуль z e-нің и фидің n дәрежесіне тең ғой. Мына екеуі бір-біріне тең. Ал енді мынау кәдімгі дәрежесін шығаратын болса, модуль z-тің n дәрежесі e-нің и мына фи мен n көбейтіледі ғой. Сонда n фи. Ал енді бұл Эйлер формуласы бойынша көріп отырғандарыңыздай, бұл міне мынау аргумент болып тұр. Сонда бұл тең, міне модуль z-тің n дәрежесі, мұнда косинус n фи қосылған i синус n фи деген осыдан шығады екен. Міне көріп отырғандарыңыздай, муавр теоремасын дәлелдеуі өте қарапайым екен. Сонда міне бастапқы берілген алгебралық түрдегі комплекс санды сіздер мынадай көрсеткіштік түрде жазып аласыздар да, сосын оны n дәрежесін шығарғанда, мына фи мен n көбейтіліп сәйкесінше дәрежесі мына сонда косинус пен синустың аргументтеріне көбейтіледі екен. Енді келесі осы муавр формуласының қандай байланысы бар, соған тоқталайық. Мысалға алып қарастыратын болсақ, осыған дейін біз өзімізге таныс, мынаны білеміз, мына формуланы. Синус 2 фи. Бұл 2 еселенген синус фи, мұнда көбейтілген косинус фи. Ал енді мұндан косинус 2 фи деп отырғанымыз косинус квадрат фи азайтылған синус квадрат фи. Неліктен осы екеуі бір-біріне тең болатындығын мына комплекс сандар арқылы дәлелдеп көрейік, яғни мына муавр теоремасын қолдану арқылы. Ал енді оны қалай дәлелдейміз? Бұны дәлелдеу үшін мен ең бірінші мынаны жазайын.
косинус фи қосылған i синус фи деп мынау біздің тригонометриялық түрде берілген комплекс санымыз болсын. Ал енді осыны мен бірінші екі дәрежесіне шығарайық, квадраттайық, яғни. Бұны квадраттасақ, бұны екі түрлі әдіспен ашуға болады. Біріншісі Ньютон бином арқылы, екіншісі Муавр формуласы арқылы. Мында жазып қойын. Ньютон, мында бином арқылы, немесе Муавр формуласын қолдану арқылы. Ал енді Ньютон биномды қолданатын болсақ, а плюс b-ның квадраты. Демек, онда бұл косинус квадрат фи қосылған 2 еселенген i синус фи косинус фи. Енді мына и синус фиді квадраттасақ, и квадрат минус 1-ге тең болғандықтан бұл азайтылған синустың квадраты фи болады екен. Мынау яғни Ньютон бином арқылы ашқанымыз. Енді Муавр формуласын қолданатын болсақ, бағана ғана айттық қой. Міне мынаның комплексаның n дәрежесі дегеніміз міне косинус n фи, яғни аргументін n-ға көбейтеміз. Демек, онда фиді 2-ге көбейтеміз. Сонда бұл тең косинус 2 фи қосылған i синус 2 фи екен. Сонымен мына екеуі де бір-біріне тең болу керек. Өйткені Ньютон биномы бойынша ашсақ, Муавр бойынша ашсақ та бәрібір екеуі бір-біріне тең болу керек. Сонымен осы жерден екі комплексаның бір-біріне тең болу үшін олардың нақты бөлігі нақты бөліктеріне, жорамал бөліктеріне тең болу керек екен. Демек, міне осы жерден ақ көріп отырғанымыздай косинус квадрат, міне косинус квадрат фи азайтылған синус квадрат фи дегеніміз бірінші комплекс санның нақты бөлігі. Ал екінші комплекс санның нақты бөлігі косинус 2 фи екен. Сонда мына екеуі бір-біріне тең екен. Міне. Келесі жорамал бөлігі 2 еселенген синус фи және косинус фи. Ал мына екінші комплекс санның жорамал бөлігі синус 2 фиға тең екен. Сонда міне Муавр формуласын қолдану арқылы осылай дәлелдесек болады екен. Тура осылай косинус 3 фи, синус 3 фидің міне синус 3 фи және косинус 3 фидің неге тең екендігін тура осы Муавр формуласын және мына а плюс b-ның 3 дәрежесін ашу арқылы сіздер таба салсаңыздар болады екен. Сонда ең бастысы міне мынау да комплексан болып тұр ғой. Мынау да комплексан. Екі комплексан бір-біріне тең болу үшін нақты бөліктер нақты бөлігіне, жорамал бөліктеріне тең болу керек екен.